Бір ер адам әйелі дайындаған таңғы асты ашқарақтанып жеп отырды. Бірақ кенеттен ол бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Өйткені өзі де, әйелі де тамақтарын таусайын деп қалған. Ал олардың ең тойымсыз ұлы мүлдем тамағына тимеген. Таңғы ас ерекше дәмді болғандықтан бұл жағдай оған күмән тудырды. Ол орнынан тұрып, Джектен тамаққа не қосқанын сұрады. Джек күтпеген жерден бірден у қосқанын мойындап қойды. Әкесі шошып, әйеліне дереу полицияға қоңырау шалуды бұйырды. Бірақ әйелі телефонды алуға барған кезде сымның кесілгенін көрді. Әйелі не істерін білмей тұрған кезде, ер адам улана бастағанын сезіп, 20 секунд өтпей еденге құлап түседі. Джек шошығандай артқа шегінді, бірақ оның бетінде ешқандай өкініш болмады. Әйелі оны тоқтатуға ұмтылды, бірақ әлсіреп қалады. Сол сәтте Джек оны баспалдақтан итеріп жіберіп, кілттерін алып алады. Бірақ Джектің мұндай қадамға бару себебі, ол тек өз қарындасын құтқарғысы келді. Бірнеше күн бұрын ол өз бөлмесінің қабырғасынан тесік тауып, ар жағынан бұрын соңды білмеген туған қарындасын көріп қалады. Қыз оған олардың ата-анасы шын мәнінде жауыз екенін және бір күні оған да зиян келтіретінін айтады.